орыс әлемінде және орыстың сызған сызығынан шықпайтын біздің қазақы құлғытандық әлемде бір қыңыр көзқарас бар. Ол қыңыр көзқарас мен лекция сөйлегенде, мейлі ютубте өз каналымда, мейлі фейсбук, инстаграмда осы қыңыр көзқарас бірінші болып алдымнан шығады да тұрады. Олар үнемі ойлайды, мына Америка мен Еуропа осы бүкіл мына қыз-текелік, мынау еркек пен еркек үйленетін, әйел мен әйел үйленетін мынау ЛГБТ дегенде осы Еуропа мен Америка сол қолдап, қуаттап, сол соны қуаттандырып, сол соны қаржыландырып, дәріптеп, сол сөйтіп тұр дейді. Бұл көзқарастың арғы жағында не тұр? Бұның арғы жағынан орыс шовинизмінің иісі аңқып тұр. Ресейдің импершілдік, буржуаздық, жаңағы имперлік, отаршылдық, зұлымдық, диктатуралық көзқарасы содан анық көрініп тұрады. Ал енді бұл көзқарас неге қалыптасты? Мысалы Ресейде сол жаңағы еркекпен үйленетін еркектер, әйелмен үйленетін әйелдер, солар ереуіл өткізіп еді. Путиннің жаңағы қол баласы скинхедтер, орыс шовинистері әлгілерді ұрып соғып, анау бүкіл телеарнадағы Путиннің жалдамал жазғыштары деген енді ауыздарынан ақ көбік ағып тұрып, мына батыстың зұлымдығынан халқымызды сақтап тұрмыз, мына батыс іріп шіріген, құрыған, зұлымдыққа батқан, ойбай, мына біз өстіп мынандай міне ондай зұлымдыққа біз рұқсат бермейміз деп шықты ғой. Бұлай қарап отырсақ, осы Ресей тап-таза екенді, Совет әлемі немесе орыс әлемі тап-таза екендағы, осы зұлымдықтың барлығы батыста екен. Енді содан қарайды. Онда бүкіл араб әлемі, бүкіл Түркияны, бүкіл Африкадағы ормандағы үңгірде жүргендерге дейін, мына бүкіл Латын Америка бәрінде жезөкше болып жүрген кімнің қызы? Сол орыс әлемінің қызы. Сол орыстар жүр. Ал олар неге жезөкше болып жүр? Мына Тайландқа барсаң, мына Еуропа Американың бай 50-60-тағы кексе елдеріне жыныстық қызмет жасайтын, яғни еркектің жезөкшесі болып жүргендер кімдер? Анау орыстың жігіттері. Жап-жас 25-тегі жігіт сатылады. А олар неге жүр? Сонда жаңағы ЛГБТ-ға қарсы екен, ол зұлымдық екен. Бірақ ана қыздарының бүкіл жер әлемде қаңғып зұлымдықпен, кедейліктен, жаңағы әділетсіздіктен жақсы өмір сүруді аңса, қысқасы шығар жол таппай сол зұлымдыққа кетуіне ол орыс әлемі кінәлі емес екен, Путин кінәлі емес екен. Ал бар кінәлі жаңа батыс екен. Сонда бұлай да, мәлім бір образдап тұрып айтқанда, бүкіл осы Ресейдің жаңағы бүкіл осы орыс әлемінің басқа шаруасының бәрі шешіліп, уайым жоқ, қайғы жоқ, бүкіл қоғам дамыған, өндіріс ашылған, завод, фабрика қаптаған, демократия керемет, заң салтанат құрған, үш билік параллель өмір сүреді, жаңағы ақпаратқа еркіндік, осы ішсе алдында, ішпесе артында, медицина кеткен, дамыған, бәрі осы мәселе шешіліп қалғанда, енді Еуропа мен Америка қарап, ойбай, сендер мына қыз-текелікті дәріптейсіңдер, мына бәтшағарлықты дәріптейсіңдер дейді. Ал енді Америка мен Еуропаға келші. 1000 қыздан қанша адам жезөкше болады? Санақ жаса. Жоқтың қасы. 1000 жаңа еркектен зұлымдыққа кеткен қанша? Жоқтың қасы. Жылына Ресей сияқты тек арақтың тіке және жанама әсерінен 1 миллион адам өле ме? Жоқ. Жоқшылықтан, кедейшіліктен өз-өзіне қол жұмсап өлушілер бар ма? Жоқтың қасы. Керісінше баршылықтан, тоқшылықтан туындайтын әңгімелер көп. Ал сонда бұл не әңгіме? Менің эфирлерімде сұрақ қояды. Сіз ЛГБТ-ға қалай қарайсыз? Сіз мына Америка, Еуропа ЛГБТ-ны бүйтіп жатыр дейді. Соған қалай қарайсыз? Бұның бәрі оттаған әңгіме. Америка енді оған мысалы еркіндік беріп, оған христиан діншілдері қарсы, керек десең консерватив дәстүршілдері қарсы, олар қарсы оған.
Бірақ мынау либералдар, мынау демократтар партиясы оған жол беріп отыр. Олардың ұраны сол. Мысалы Америкада мына Байдендердің, демократшылдардың, немесе ана зайырлылардың, олардың ұраны сол. Сол ұран арқылы олар билікке келді. Ал шынайы жаңағы христиандықтар тіпті сол дәстүрді ұстанатын топтарға дейін қарсы. Әңгіме қайда. Бұл қоғамда да қарсылықты көзқарас бар. Бұл жерде ойбай бәрі. Және бір нәрсе. Путин неге осыны өзінің бір ұпай жинайтын бір пиары қылып қолданады? Себебі ол жарықтықта батысты теріс дейтін басқа нәрсе жоқ. Ол ана өзінің надан, топас, тобыр, ана халықтық деңгейден түсіп, тобырлық деңгейге кетіп қалған бейшара тобырларына, ана арақтан басқа қызығы жоқ, зинадан басқа ермегі жоқ тобырларына, ол осыны ғана айтады. Сөйтіп Еуропаның демократиясын, Еуропаның дамуын, батыстың дамуын, мына ғылымы, білімі өркендегенін ол сүйкімсіз қылып көрсетеді. Ол сөйтіп өзін бір керемет, бәрін жаңағы дұрыстаған, бір керемет бір еркек, джентльмен, дәстүрді сақтаған қылып көрсетеді. Оның бәрі пиар. Мысалы Америкада елдің бәрі сонымен айналысып жатқан жоқ. Құдай жаратқанда сен өзің, мысалы мен еркек, мен табиғи әйелге құмармын. Әйелді жақсы көрем. Мен ешқашан еркекті құшақтап сүйе алмаймын, жиіркенем. Ал Құдай жаратқан табиғи әйел де ол еркекке құмар болады. Ол жаңағы ол біреудің дәріптегеннен болмайды. Ол мен өткендегі Вашингтондағы лекциямда ол Нұқтың заманында бар ол. Ол Нұқтың қауымы сол себептен ол қарғыс қаған періштелер оның қауымын тасталқан қылды. Ол Лұттың заманында бар. Лұттың қауымы сол үшін қарғысқа қалды. Лұттың әйелі кетті. Нұқтың ұлы кетті. Пайғамбарлар заманында бар. Ол мына бүкіл дінін ұстап отырған арабыңның шейхтарында бар. Мына ойбай деп діни радикализмді күттеп отырған ауғаныңның ана сақалы биттеп кеткен ана үңгірден шыққан жабайыларында бар олар. Құранды ана жағына мына жағын оқып қойып, солар жас бозбалаларды искегенді жақсы көреді. Сол шейхтар. Олар оны ұлттық дәстүр ретінде қалыптастырып кете жаздаған. Ол кәдімгі ауылда жиналып алып жаңағы анаша шегеді ғой жасырып. Оларда да сол жаңағы біледі ана бәленше бай ұйымдастырып, бәтшавазды ұйымдастырыпты дейді. Оған анау бәленбай жерден түген әгі қыз сияқты сылқым жігіттері келеді. Мына арабыңда да бар, Фейсбукте видеосы жүр. Өңкей жаңағы бөксесі бұлтиған еркектер, жаңағы былқ-сылқ етіп қатыннан арман қылмыңдап билеп жүр. Соның бәрі сол. Оны сендер Еуропа мен Американың патенті деп қоймаңдар. Сол арабыңда да, мына діни радикал ауғаныңда да, бәрінде, мына орта шығысыңда да, сол арғы тарихын айтсаң Нұхыңда да, Лұттың қауымында да бар. Інжілдіге қарасаң да жазылған, Тауратта да жазылған, Құранда да жазылған. Сондықтан мына Путиннің сандырағына сеніп, оны Еуропа мен Америкадан көрмеймін. Ол бүкіл қоғамда бар. Мен әрине оны құптамаймын. Бірақ мына жерде жаңағы Кембінің жалдамал жазғыштар өздерінше маған бір қақпан құрыстар екен. Мен ойбай, оған қарсы тұру керек, оны қыру керек, жою керек, ақ көк десем, жаңағы биліктің қолдан жасаған қызтекелері бар. Биліктің қолдан жасаған жаңағы ЛГБТ-лары бар. Олар рұқсат алған лицензионный. Солар шығады, ойбай, мынау демократ емес екен, мынау демократияға қарсы екен, ойбай деп, мына Америкаға жаңағы адамдық құқық ұйымдары бар, солардың ұйымына мені жамандамақ. Жамандағанда не істейді? Америкалықтардың өзінде, мысалы, либералдар, мына партияның ішінде дәстүршілдер қарсы. Ал не дейсің? Өзінше мені батысқа жек көрсетпекші сол арқылы. Ал мен ойбай оны құптаймын. Ол дұрыс десем, онда ана биліктің жалдамалы молдалар, ой, субхан Алла, ойбай да ойбай, мынау соны дәріптеді, ойбай, бұл азғында тозғын, бұл шайтан, охо деп, ұлттық арнадан молдекеңдер сәлдесін 20 метр қып салбыратып, ойбай, ай деп сілекей ағып, қуанып жаңағы. Мына жауды құлата алмай жүредік, енді бір ұстайтын жерін таптық ау деп, ол күні түні ана бүкіл хабар әгі әртістердің жын шайтан ойындары қап, 24 сағат зарлап, ойбай, мынау сұмдық екен дейді. Оны мен құптасам да бәлеге қалғалы тұрмын олардың ойынша. Құптамасам да бәлеге қалғалы тұрмын. Бірақ мен көз қарасымда айшық айтып отырмын. Бұл енді өзінше сол орыс әлемінен қалған жаңа КГБ-ның,
орыстың шпиондарының, Путиннің пиаршыларының бір жасаған дүниесі ол. Бұл бүкіл дүниеде 1 миллион проблеманы шешіп тастап, жалғыз сол проблема қалды ма? Сондықтан мынау кейбір аңқау қазақта маған жекеге шығып хат жазғанда, жаңағы сұрақ қойғанда, ойбай аға осы мәселеде, атаңа нәлет. Сен үйің бар ма? Жоқ. Кредитің бар ма? Ойбай бәлен кредит. Көлігің бар ма? Жоқ. Жоғары білім бар ма? Оқиын десем ақша. Атаң бас, сен соны шешіп алшы. Біреудің сасық көтенінде нең бар дедім. Жер сатылғалы жатқанда ереуілге шықтыңдар ма десе, қорықтық дейді. Өткенде осы ЛГБТ-ға қарсы болып бүкіл Шымкентің бар, бүкіл анау Астана Алматың бар, қырылып ереуілге шықтыңдар ғой. Біреу өзінің жекеменшік сасық көтенін саудаға салса қарсы болады екенсің. Ойбай сасық көтеніңді сатпа деп. Ата-бабадан қалған жерді сатамын десе Назарбаев біреуің қарсы болмайды екенсің. Ана Болат Назарбаев Шымкентте 1000 қазанға палау басса 10.000 қазақ жиналыпты палауға. Енді ЛГБТ барады десе тағы жиналып қапты. Ол бере ме, бермей ме, сата ма, бүлдіре ме, не істейді өзінің сасық көтені ғой. Сонда ата-бабадан қалған жер біреудің итке керек емес сасық көтенінен де құлсыз болғаны ма? Мына ЛГБТ деген Назарбаев Тоқаев әулетінің халықтың назарын бұрмалау үшін әкелген бір шоу. Ол шоу, ол бүкіл қоғамда бар дүние. Сондықтан мына надан халық ойбай деп, ол бір ауру болып тарайды екен, ойбай ұрпағым бүйтеді екен деме. Ол қазір де бар. Арабың да бар, түрігің де бар, Ираның да, ауғаның да бар, Еуропаң да, Америкаң да бар. Ол өткенде де бар, бүгін де бар, ертең де бар, қияметке дейін жалғасады. Және оның жауабын жаратушы Алла өзінің жіберген барлық кітабында жазып қойған. Тауратта бар, Забурда бар, Інжілде бар, Құранда бар. Оған Алланың көзқарасы айқын. Оларды кім жаратты? Алла жаратты. Бірақ көзқарасын айқын айтып қойды. Оның жауабы сол. Сондықтан ойбай оған сен қалай қарайсың, анау мынау деп етпей ақ қойыңдар. Бастарыңды қатырмаңдар.